Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі 9 мамыр ұлы жеңіс күні баршамызға құтты болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, тәуелсіздік ел мен бейбітшілік заман болсын. Кешегі өткен қадір түнінде тілеген тілектеріңіз, жасаған дұғаларыңыз, берген бүкіл садақаларыңыз қабыл болсын. Бүгінгі біздің эфирімізде мега стандарт десерт. Өте пыльный. Бізде оған қосылатын енді ғана суға салдым, қазір араластырамын. Түркистан коричневый. Так. О. О. Так. Супер.
Достар, прямо дәмді болшы. Не, Түркістан коричневый, прямо әдемі еріген, да? Нежный такой. Яна неде, яна десерттің сыртында прям қатпар-қатпар болып күшті жабысқаннан қазір. Прям идеально болғанды. Десерт өзі негізі сливочный, ну, чуть сливочный, пыльный, хрустящий, без скрип. Маған негізі ұнайтын мелдардың бірі. И Түркістан коричневый тоже ұнайтын глиналардың бірі. Прям күшті сочетание болды, маған қатты ұнады. Прям нереально вкусно болды. Достар, бүгін бізде за активность таңдайтын күніміз, мен ұмытқан жоқпын. Маған тек осындай бір случайлар болу керек, что өз-өзіме там ответственность болу үшін. Например, активностьқа конкурс жүргізуім керек па, и мен уақытылы орындауым керек деген сияқты, чтоб сіздерде көңілдеріңізді қалдырмау үшін. Маған ұнайды, сыйлық жасаған ұнайды. Басқалар көңілдерін көтерген, қуантқан вообще қатты ұнайды. Прямо мен бұны ешқандай да қарыз или басқа деп маған қайтару керек деген никогда менде ондай сезім жоқ. Мен наоборот, мен одан зарядиться етемін, энергия аламын десем де болады. Қатысу шарттары: подписаться ету, комментарийлар қалдыру, нравится басу, барынша менің каналымда активность таныту. Ал бүгінгі біздің за активность жеңімпазымыз Ботакөз Мусагалиева. Мен сізді құттықтаймын. Жеңісіңіз құтты болсын. Кстати, алдындағы қызымыз Меруерті деген, ол тоже ақшалай түрінде алды. Менде ақшалай түрінде 4000 теңге. Яғни мен ол кісінің Каспий шотына, либо басқа шотқа лақтыра аламын. Получается, ол 3000 теңге біздің жаңағы глинамыз, меліміз где-то 2,5 мен 3 мың арасында болады. Ал 1200-1300 ол қалалардың доставкасына байланысты, өңірлеріне байланысты, либо сенің жіберетін затыңның салмағына байланысты болады. Ну, общий сумма солай деп шештім. Әрине, сіздер бұл сумманы алып, өздердің қалаларыңыздан өздеріңізге ұнаған глиналарды алуға болады. Может, мен жіберген глиналы мелдарым сіздердің көңілдеріңіз шықпауы мүмкін деген сияқты бұл жерде нюанстар бар. Ал Ботакөз ханым, мен сізді құттықтаймын. Сіз маған керіспесіға шығып, өзіңізге қандай вариант ыңғайлы екенін айтсаңыз болады. Тағы да баршаңызды мейрамдарыңызбен құттықтаймын. Осымен біздің эфиріміз тамамдалды. Құдай қаласа, ертеңгі арғы күні осыдан эфиріміз тағы да түсіріледі. Ал сау болыңыздар.